Сәлем достар, бүгін біз 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі пәні бойынша жаттығуларын орындайтын боламыз. 44-ші беттен бастаймыз. 19-ші жаттығу. My holiday, listen and circle. Then listen and check. Балалар, мен сендерге бұны оқып беремін, мынаны аударып беретін боламын. Және де балалар былай деп тұр. Сәлем, Джон. Мен саған жазып жатырмын, өзімнің демалысым туралы айтып бергім келіп тұр дейді. Біз каникулда Гавай аралдарында болдық дейді. Ол өте керемет уақыт болды мен үшін дейді. Біз ол жаққа отбасымызбен бардық дейді. Және де біз отельде тоқтадық дейді, қонақ үйде тоқтадық дейді. Және де қасында тынық мұхиты бар дейді. Біз күн сайын ол жақта жүздік дейді. Біз өте тропикалық ормандарда болдық дейді. Және де біз жануарларды камераға түсіріп алдық дейді. Және де менің әкем, анам маған көп нәрсені көрсетті. Және де ағынды суды көрсетті дейді. Және де біз тауда болдық дейді. Бұл мен үшін өте күшті демалыс болды дейді. Және де баладан сұрап тұр. Өзіңнің де каникулың жайлы айтып бер дейді. Демалысың туралы айтып берші дейді. Енді бұл жерде бізде мына жерде сұрақ болып тұр, мына 4. Біз бұны белгілеп кетеміз. Балаларым бізде жаңа төбеде оқып өткеніндей бізге айтады. Біз тынық мұхиттың қасындағы қонақ үйге орналастық дейді. Бізде тынық мұхиты қонақ үй, біз осыны белгілейтін боламыз. Және де мен күн сайын таңертең мен жүзетін едім дейді. Morning, таң ата, Және де біз тропикалық орманда болдық дейді. Right forest. Және де біз ағынды суды көрдік дейді. Біз ол жерде біз аударамыз. Ағынды су дегенде waterfalls. Балалар 19-ші тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше 20-ші жаттығуға көшетін боламыз. Hi, how are you? I'm writing көп нүкте. I went where take car деп тұр. Және де бұл бала осы екеуінің сөйлескенін көріп тұрмыз балалар. Қасына осыны жазатын боламыз. Толықтырып, балалар, осыны дәптеріңе жазып алыңдар. Түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы бұл жерде демалыс туралы айтылған, өздеріңе түсіндіріп өткенімдей. Соны оқып, апайларыңа айтып беріңдер, Ендеше мен сабағымды аяқтаймын. Каналға жазылып, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Күнделікті сабақ шығып отырады.